Бүгінгі ауызашарға өте жеңіл, жылдам дайындалатын 15 минут қана уақытыңыз кетеді. Сонымен қатар өте дәмді, ерекше болып шығатын тағам ұсынамын. Міндетті түрде соңына дейін менімен бірге болып жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, осы видеома лайк басып қойыңыздар. Күнделікті ауызашарға рецепттер шығып тұратын болады, жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен картобымызды майдалап, кубиктап турап аламыз. Кейін осындай тәтті бұрыштарымызды майдалап турап аламыз. Мен екі түрлі түсін қолдандым. Бір түсі ғана болса да бола береді. Кейін қызанағымызды да майдалап, жақсылап турап аламыз. 4 бұрышты етіп, әдемілеп турап шығамыз. Одан кейін пиязымызды да майда етіп турап аламыз. Ең соңынан сарымсақтарымызды да өте майда етіп турап шығамыз. Кейін барлығын ыдысымыздың үстіне орналастырамыз. Қызанақ, картоп, пиязымыз және де тәтті бұрыштарымыз, одан кейін ең соңынан фаршымызды орналастырып аламыз. Кейін оның үстіне сарымсағымызды және 2 ас қасық томатымызды, кейін дәміне қарай тұз бен бұрышын қосып аламыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл тағам осындай өте жеңіл дайындалады. Барлығын турайсыз да ыдыстың үстіне қойып араластыра саласыз, сөйтіп духовкаға сала саласыз. Сізден ешқандай күш қажет етпейді. Ораза уақытында нағыз дайындауға өте керемет тамақ, уақытыңызды да алмайды және шаршамайсыз да. Барлығын осылай араластырып аламыз да, одан кейін бір келкі етіп, тегіс етіп жаямыз. Келесі бізге осындай пергамент қағазы қажет. Пергамент қағазын мұжып аламыз, осылайынан жақсылап, кейін таза суға батырып, оны артық суларын сығып тастаймыз да, осы тағамымыздың үстін жауып қоямыз. Сөйтіп духовкада 220 градуста 60 минут пісіреміз. Бұл пергамент қағазы біздің тағамымыздың күйіп кетуінен сақтайды. Кейін бетіне сырымызды себеміз. Біздің тағамымыз пісуге 5 минут қалған кезде сырымызды сеуіп қайтадан духовкаға саламыз. Осымен тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл, ал дәмін байқап көрсеңіздер, ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Күнделікті рецепттер шығып тұратын болады. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.